Сәлем достар, сіздермен бірге кино көру арнасы. Бүгін біз қылмыс пен отбасылық драма қатар көріп, бір актер екі рөлде ойнаған легенда фильміне шоу жасайтын боламыз. Бұл шынайы оқиғаға негізделген Лондонның атышулы қылмыскерлері Крей бауырлары туралы фильм. Шолуды бастамас бұрын арнаға тіркелеген. Крей бауырлары нағыз атышулы қылмыс әлемінің серкелері. Рон қатыгез психикалық ауытқуы бар, өте қауіпті адам. Ал Реджи болса, оның мүлде қарама-қарсысы, салқынқанды, ақылмен әрекет ететін тұлға. Реджи өзін бақылап жүрген тәртіп сақшыларына барып, олардың бірін қорқытады. Бірақ бұл әрекеті тәртіп сақшыларына мүлде ұнамайды. Кейін Реджи досы Фрэнкке бармақ болады. Алайда есікті оның қарындасы Фрэнсис ашады. Фрэнк дома? Фрэнк! А ты кто? Сол сәттен бастап екеуінің арасында ерекше бір байланыс орнайды. Реджи батылдықпен оны сенбі күні кешкі кездесуге шақырады. Бірақ Фрэнсистің анасы жауызбен сөйлесуіне қарсы. Говоришь с незнакомым мужчиной, посуду бросила немытой, марш в кухню. Ваш брат психопат, жестокий, неконтролируемый, Да? с подозрением. Дәрігерден бауыры Ронның психикалық ауытқуы барын естиді. Сенбі күні Реджи Фрэнсисті кездесуге өз клубына алып барады. Және ол жақта Реджи келіспеушіліктерге тап болып, бір сүмелекті аяусыз ұрып тастайды. Кездесу екеуінің арасын жақындатып, сәтті аяқталады. Арада бір күн өтіп, Снара Ронмен таныстырады. Және Рон оны жақсы қабылдап, өздерінің Лондонды басып алатынын баяндайды. Әрине, бұл сөз Фрэнсиске жақпады. Ты знаешь, мы с братом загребем под себя весь Лондон. Ертесіне қалада толқулар басталып кетеді. Бұзақлар Крейлердің кофейнясына барып келіссөздер жасамақ болғанымен, Рон өз ашуына ерік береді. Реджи оны тоқтатады. Ронни, стоп! Не-не-не. Ублюдки хреновые, я шел на перестрелку! Сонымен Реджи келісімге келгенде сынай танытып, Рон екеуі шаруаларын тындырады. Давайте я для затравки анекдот расскажу. Вам он понравится? Параноидальный шизофреник заходит в бар. Бұл оқиғадан кейін олар қарсыластарының ойынханасын сатып алады. Әрине, сатып емес, күшпен алады. Бірақ қараңғы күндер туып, Реджи түрмеге қамауға мәжбүр болады. Ол Фрэнсистің інісіне түрмеде отырған кезінде әпкесіне қамқор болып, қорған болуын сұрайды. Түрмеге түскен бойда оны аяусыз соққынына сынаған. Пожалуйста, начальник, умоляю, пожалуйста. Так ты лучше раньше, умоляй. Прошу воды. Барлығы Реджиді берілді деп ойлайды. Алайда бұл тек алдау мен айла еді. Ал Рон болса Нигерияға барып балаларға арнап қала салу үшін шұғыл ақша керек болатын. Бірақ бұл мақсат жолында ешкім табысын тәуекелге тігіп, тәртіп бұзғысы келмеді. Если бы мой брат Мұның за бәрі тебя не Ронның поручился, ашуын туғызды. ты был бы мертв. Фрэнсиске Реджиге баруға тыйым салынғанына қарамастан, ол оны көріп қайтуға бел буады. Өйткені Фрэнсис Реджиді шын жүрегімен сүйеді, және олардың болашағы үшін оның қылмыстан бас тартуын шын ниетпен қалайды. Осы уақытта казинода Рон қатты қосқысы келіп жүрген шулар. Только букв «Ж» в слове «жопа». В жопе только вы. Реджи түрмеден шыға сала Фрэнсиске барып үйленуге ұсыныс жасайды. Әрине, Фрэнсис қабылдайды, бірақ заңды түрде неке қиылуын айтады. Бұл оқиғадан кейін өз кәсібі қалай жүріп жатқанын бақылауға казиноға барады. Бірақ онда адамдардың бармай кеткенін көріп, ол Ронмен келіспей қалады. Оның соңы төбелеспен аяқталады. Это уже слишком. Нет. Фрэнсис, Реджи мен Фрэнсис үйлену тойына дайындалады. Бірақ той қарсаңында Фрэнсистің анасы қызына бәрін доғарып, бұл қарым-қатынасты үзуін талап етеді. Өйткені ол мұны үлкен қателік деп санайды. Алайда Фрэнсис анасымен келіспейді. Неке қию рәсім кезінде Рона Фрэнсистің анасын ән айтып жатқан жұрттың арасында үнсіз тұрғанын байқап қояды. Сол сәтте ол ой, гадюка. Осылайша Реджи мен Фрэнсистің отбасылық өмірінде 2 апталық тыныштық орнайды. Бірақ көп ұзамай Реджи тағы да заң бұзады. Солардың бәрі Фрэнсистің жанына қатты батып, ол ақырында антидепрессант іше бастайды. Барда бәрі жиналған сәтте шиеленіс күшейе түседі.
сол кезде Рон өзін ұстай алмай топтың бір мүшесіне қол көтереді. Бұл жағдай Реджиді ашуландырады. Ол бауырының есін жиғызғысы келіп, ақылға келтіруге тырысады. Реджи, если живешь в стеклянном доме, не бросайся камнями. Осы оқиғадан кейін ол америкалық серіктесіне барады. Ол Реджиге бауырынан құтылуды ұсынады. Бірақ қулық, сұмдық пен есепке толы бұл тірліктердің арасында Реджи Фрэнсистің жан азабын мүлде байқамайды. Келесі күні олардың аумағында бөгде банда баса көктеп кіреді. Рон бұл мәселені өзі шешпек болып, Корнельдің көзін құртуға бел буады. Ал Реджи не болып жатқанын түсінуге тырысып, бәріне айғақтарды жасырыңдар деп бұйырады. Кетерінде ол бауырына аса қажетті дәрілерді қалдырып кетеді. Әрине, психикалық ауытқуы бар адамдарға дәрі керек болады. Бірақ дәл осы сәтте құқық қорғау органдары бауырларға қарсы ауқымды операцияны бастайды. Фрэнсис Реджиден, егер ол үшін шынымен маңызды болса, Ронды сатып жіберуді сұрайды. Бірақ Реджи бұған бара алмайды. Ақыры Ронды босатып жібереді. Бұл шешім Фрэнсистің көңілін қатты құлатады. Ол күйзеліп, үйіне кетіп қалады да, дәрі-дәрмектің ауыр дозасын қабылдайды. Далада жаңбыр астында көлігі қалғанын көріп, Фрэнсис оны жабуға тырысады. Бұл әрекеттеріне Реджи көріп қызбалыққа салынады. Әрине, үйге келе салысымен оны өлімші етіп сабайды, еркектердің әдеті. Сонымен Фрэнсис бұл оқиғадан кейін төркініне кетіп қалады. Бірнеше күн өткен соң Реджи Фрэнсисті көруге барады. Ол оның алдынан шығып, жай ғана үйге қайтшы деп өтінеді. Бұл сөздерінде өкініш те, сағыныш та, кешірім сұрау да қатар сезіледі. Бірақ сезімі өшкен қыз кешке келуін өтінеді. Алайда бұл кездесудің болмауы жазылған екен. Фрэнсис бұл әлеммен қоштасуды шешеді. Бұл суық хабар Реджиді күйретіп жібереді. Ол терең күйзеліске түсіп өмірінің мәні кеткендей күй кешеді. Әрине, бұның бәріне өзінің қылмысы, әрекеттері кінәледі. Реджи Фрэнсиссіз өмір сүре алмайтынын түсініп, ашу мен шарасыздықтан Лейсиді өлтіруге тапсырыс береді. Алайда жалданған киллер аса қабілетті емес болып шығады. Ал Рон болса өз манерінде. Бәрі күйреп жатқанда ол көңіл көтеріп, ештеңе болмағандай жүр. Реджи өз-өзіне келіп, бұл киллерге неге тапсырыс бергенін түсіне алмай дал болады. Сол сәтте дәл уақытында есіктен сол сәтсіз жалдамалы киллер кіріп келеді. Бірақ ол түсініктеме берудің орнына Фрэнсис туралы қорлап сөйлей бастайды. Оны сол жерде өлтіріп тынады. Зачем ты это сделал? Потому что не могу убить тебя. Как бы сильно мне этого не хотелось. Сонымен Реджи өз тағдырына бойысынып, полицияға беріледі. Және ол өмір бойына бас бостандығынан айырылады. Ал Рон болса психикалық ауытқумен ауырып өледі. Міне солай, достар. Қылмыс бар жерде ешқашан тыныштық, махаббат, әділдік болмайды.